Сәлем достар, біз бүгін мясо по-тайски тамағын үй жағдайында жасауды үйренеміз. Ал ендеше кеттік. Ол үшін бізге кез келген ет, болгар бұрышы, пияз, чеснок, қияр қажет болады. Дәміне қарай тұз, қант, имбирь және де соевый соус керек. Қазанды қыздырып, кішкене сұйық май құямыз. Қызып тұрған майымызға қантты салып араластырамыз. Тамақтың барлық секреті осы қантты майға қуырып алуда. Ары қарай етімізді салып, әдеттегідей қуырып аламыз. Етіміз қуырып жатқан кезде көкөністерді турап аламыз. Ең алдымен қиярды дәл видеодағыдай етіп тураймыз. Ыдысқа салып, кішкене тұз сеуіп қойамыз. Қалған көкөністеріміз болгар бұрышы мен пиязды турап, чеснокты майдалап турап дайындап аламыз. Қуырып жатқан етімізге ең алдымен пиязды қосып, жақсылап қуырып аламыз. Пияздан кейін сарымсақ, болгар бұрышын қосып, жақсылап қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш және имбирь қосып араластырамыз. Қиярымыздың артық суын төгіп, кішкене соевый соус қосып, барлық жақсылап араластырамыз және де қажет болса кішкене су құйып, дәмін көріп, жай отта 10-15 минут бұқтырып аламыз. Ал достар, біздің мясо по-тайски тамағымыз дайын. Мен гарнир ретінде күрішті алдым. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Барлық сұрақтарыңызға комментарий бөлімінде жауап беремін. Сіздермен бірге болған Тоғжан. Ас болсын.